Түсіңізде қайтыс болған адамды көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Адамдардың түсінде қайтыс болған жақындары жиі көріп жатады. Көпшіліктің мұндай түсті жамандықтың белгісі деп жориды. Десе де түрлі түс жорамалдарында мұндай түстерге әрқилы түсініктеме берілген. Бүгінгі біз солардың кейбіреуіне тоқталуды жөн көрдік. Түсіңізде қайтыс болған жақын туысыңызды көру жақын арада қиындықтардан арылатыныңызды білдіреді. Егер туысыңыз сізге ашулы болса, онда шынайы өмірде күнә жасағаныңыз. Егер қайтыс болған адамды түсіңізде тірі деп ойлап, оның жағдайы жақсы екендігін көрсеңіз, онда о дүниеде жағдайы жақсы екендігін білдіреді. Егер марқұм жаман әрекеттер жасап жатса, онда ол сіз үшін шынайы өмірде жаман әрекеттерден бойыңызды аулақ ұстау керектігін ескертіп жатыр. Түсіңізде қайтыс болған адамды сүйсеңіз, шынайы өмірде сіз күтпеген жерден байлық пен табысқа кенелесіз. Қайтыс болған адам сізге таза жақсы зат берсе, онда сізді қуанышты хабар мен жақсылықтар күтіп тұр. Ал ұсынылған зат лас болса, онда қиындықтар болатынын жайында ескертеді. Түсіңізде марқұммен бірге төсекте ұйықтағаныңызды көрсеңіз, ұзақ өмір сүретініңізді білдіреді. Егер о дүниелік болған адам түрі жайсыз болса, әрі оны дауысы қырылдап шығып тұрса, немесе жөтеліп тұрса, я болмаса түшкіріп жатса, онда жайсыз хабар аласыз деп есептеңіз. Тағы бір айта кетерлігі, мұндай түс сіздің әлдекімнің сатып кететінінің белгісі болуы мүмкін. Таныс адамыңыз түсіңізде тірі жүрсе, яғни о дүниеге аттанбаса, бұл да жағымсыз жаңалықтың белгісі болуы ықтимал. Түсіңізде қайтыс болған жақыныңызды немесе басқа да бір адамды көрсеңіз, онда ұзақ уақыт бойы сәтсіздіктерге ұшырайтыныңызды білдіреді. Қайтыс болған жақыныңыздың түсіңізде тірі жүруі ненің белгісі? Әрине, мұндай түс адамдарды шошытуы мүмкін. Алайда мұндай түсті жақыныңыз қайтыс болады деп болжамағаныңыз жөн. Егер қайтыс болған туысыңыз түсіңізде тірі жүрсе, бұл отбасыңызда ұрыс-керіс болады деген мағынаны білдіреді, және ол үлкен даулы оқиғаға айналуы мүмкін. Ал сүйіктісі бар жандарға мұндай түсті кіретін болса, онда жанындағы серігі көзіне шөп салуы мүмкін деген жорамал бар. Басы бос қыздарға қайтыс болған жақындары не себепті түске кіруі мүмкін? Мұндай түс оларға кез келген адамға сене бермеу керек деген мағынаны білдіреді. Болмаса мұндай түстер күрделі мәселенің туындайтын жайлы ескертуі мүмкін. Егер қайтыс болған адам шағымданып жүрсе, онда оның өліміне өзіңізді кінәлаудан арылу керек. Ал егер қайтыс болған адам бір шешіміңізге көңілі толмай жүрсе, онда жақын арада шешіледі деген мәселені кейінге қалдыра тұру қажет. Егер тірі адам түсіңізде қайтыс болса, онда Алла Тағала ұзақ ғұмыр нәсіп етеді. Қайтыс болған ата-анаңыз немесе ата-әжелеріңіз түске кірсе, өміріңізде шешілмей жүрген мәселені жақын арада шешіледі деген сөзді білдіреді. Қайтыс болған адамды тапсаңыз, онда көп олжаға бөленесіз. Өлген адаммен қол ұстасып амандасаңыз, демек Алла Тағала түс көрушіні қорғап, қолдап жүр деген сөз. Әрине, аталған болжамдардың бәрі тек жорамал ғана екендігін есте ұстау керек, және қайтыс болған адамдар түске кіреді деп мұңаюдың қажеті жоқ. Мамандардың пікірінше, бұл сіздің оларға деген сағынышыңыз болуы мүмкін.